Тергеу камерасында жатқанымда қасыма біреуді әкеп қосты. Өскеменнің омарташы орыс екен. Ол да ұзақ жатыпты. Жөн сұрастық. Сонда Сәкенді есіне алды. Менен бұрын сол кісімен бір камерада болыпты. Ол мен біттім, төзбедім қорлыққа деп айғайлап сөйлеп, төсекке етбетінен жата кетіп, солқылдап жылапты. Талай қыспаққа салғанда қайыспаған Сәкеннің морт сынуына сенбеген омарташы себебін сұрайды. Сонда Сәкен бәріне шыдар ем ғой. Жас ұрпақты бізге қарсы қойғанына қалай шыдармын? Орындыққа отырғызып қойды да, қазақтың 2 жас баласын қойды да, екеуіне де 2 құлағымды создырып, ой әкеңнің аузын, Сейфуллин, ой шешеңді Сейфуллин, сен халық жауысың дегізгенде шыдамадым. Қорлық қой. Олардың көзіне жексұрын боп көрінгенше өлгенім жақсы. Қағазына қол қойдым депті.